Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сіздермен өтетін жаңа тақырыбымыз оксидтер. Биорганикалық қосылыстардың негізгі кластары генетикалық байланыс бөлімі бойынша оқу мақсаты. Оксидтердің жіктелуін және қасиеттерін білу, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру. Осы оқу мақсатына негізделген бағалау критерийі. Оқушылар оксидтерді жіктейді, оксидтердің химиялық қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін құрастырады. Олай болса, сіздерге оксидтер туралы жалпы мағлұмат беріп кетсем. Оксидтер дегеніміз екі элементтен тұратын, оның біреуі міндетті түрде оттегі болып келетін бинарлы қосылыс. Оксидтер үлкен үш топқа жіктеледі. Қышқылдық оксидтер, екідайлы оксидтер және негіздік оксидтер. Бірінші, қышқылдық оксидтер дегеніміз бейметалдардың оксидтері. Мысал үшін, көміртектің 4 валентті оксиді, фосфордың 5 валентті оксиді, сондай-ақ күкірттің 6 валентті оксиді. Екідайлы оксидтер қышқылдықта, негіздікте қасиет көрсете алатын оксидтер. Мысал үшін, алюминий оксиді, мырыш оксиді, хром оксиді және қорғасын оксиді. Ал негіздік оксидтер өздеріңіз көріп тұрғандай металл оксидтері. Мысал үшін, натрий оксиді, магний оксиді, кальций оксиді және калий оксидтері. Сондай-ақ оксидтер тұз түзбейтін оксидтер және тұз түзетін оксидтер болып жіктеледі. Тұз түзбейтін оксидтер өте аз кездеседі. Оларға азоттың 2 валентті оксиді және көміртектің 2 валентті оксидтері жатады. Ал тұз түзетін оксидтер өте көп кездеседі. Мысал үшін, кальций оксиді, мыс оксиді, мырыш оксиді, алюминий оксиді және тағы басқалары. Сондай-ақ оксидтер құрылымына қарай үлкен екі топқа бөлінеді. Беймолекулалық оксидтер және молекулалық құрылымды оксидтер. Беймолекулалық құрылымды оксидтер қатты күйде болады. Мысал үшін, мыс оксиді, магний оксиді және темір оксидтері. Ал молекулалық құрылымды оксидтер сұйық немесе газ күйінде болады. Олар көміртектің 4 валентті оксиді, су және азоттың 4 валентті оксидтері. Ал олай болса, балалар, осы алған мәліметтер бойынша сіздерге төмендегідей тапсырма ұсынамын. Бірінші, оксидтердің жіктелуін жазыңыз және берілген оксидтерді төмендегі кестеге бөліп орналастырыңыз. Алюминий оксиді, кальций оксиді, калий оксиді, фосфор оксиді, көміртектің 4 валентті оксиді, күкірттің 6 валентті оксиді, темір оксиді, мырыш оксиді, азоттың 4 валентті оксиді, барий оксиді, күкірттің 4 валентті оксиді, мыстың 2 валентті оксиді және бериллий оксидтері. Екінші, жабық колбада фосфорды жағамыз. Фосфор ақ түтін түзіп жанады. Оның үстіне су құямыз. Сәйкес реакция теңдеулерін жазыңыз. Сіздерге арналған дескрипторлар. Оқушылар, бірінші, оксидтердің жіктелуін жазасыздар. Яғни, жоғарыда көрсетілген оксидтерді қышқылдық, негіздік және екідайлы деп 3 топқа бөліп жазасыздар. Екінші, оксидтердің түзілуінің реакциясын жазады. Яғни, фосфорды жағамыз. Фосфорға оттекті қосып, фосфор оксидін аламыз және фосфор оксидін алғаннан кейін оның үстіне су құямыз. Нәтижесінде қандай заттар түзіледі, реакция теңдеуін жазып, оны теңестіресіздер. Сіздерге бұл тапсырма аса қиындық тудырады деп ойламаймын. Ары қарай кеттік. Сондай-ақ балалар, бүгінгі тақырып бойынша үй тапсырмасына мына тапсырмаларды алыңыздар.
Бірінші, мына қосылыстардың ішінен оксидтердің формулаларын теріп жазып, оларды атап, элементтердің валенттіліктерін анықтаңдар. Мына жерде бірнеше қосылыстар берілген сіздерге. Екінші тапсырма бойынша мына реакция теңдеулерін аяқтап теңестіріңдер. Сіздерге арналған дескриптор, яғни сіздер бірінші тапсырмадағы оксидтерді теріп жазып аласыздар, және осы оксидтердің құрамына кіретін элементтердің валенттіліктерін төбесіне жазып, оксидтерді атайсыздар. Үшінші, екінші тапсырма бойынша оксидтердің түзілуінің реакциясын аяқтап, және оны теңестіресіздер. Сіздерге сәттілік. Және де сабақтың соңында бүгінгі сабақ сізге ұнаса және барлығы түсінікті болса, немесе түсінбеген сұрақтарыңыз әлі де бар болса, немесе өте қиын болып еш нәрсе түсінбесеңіздер, маған кері байланысқа шығыңыздар. Төмендегі рефлексия бойынша сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.